Мен бір профессормен әңгімелесіп отырған кезде ол бизнес мектебінің профессоры студенттерге сол жақта сабақ береді. Ол бізде неліктен адамдар бір-біріне үлкен мөлшерде қарыз беретінін түсінбеймін деп отырды. Өзбек этносының өкілдері саудадан басқа еш нәрсе жасай алмайды деген сөз емес. Олар нарықта қандай жұмыстар бар, оның барлығын жасай алады. Бірақ тіпті шақыру онлайн емес, тойға қатысудың өзі, иә. Онлайн болады. Сәлем достар, Ой детокс әлеміне қош келдіңіздер. Ой детокс таныс ойға тың көзқарас беретін подкаст, және біз эфирімізді бастамай тұрып міндетті түрде менің арнама әлі жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар. Бұл сіздердің бірнеше секунд уақытыңызды ғана алады, ал каналдың болашағы, менің болашағым үшін өте маңызды, себебі сіздер жазылған сайын YouTube алгоритмдері оны өзге адамдарға тарата бастайды. Ал бүгін біз өте өзекті, қызық тақырып аясында сөйлесеміз. Жалпы қоғам күннен күнге өзгеріп жатыр, жаңа тенденциялар пайда болып жатыр. Осы ретте біз өзімізді түсінеміз бе? Қоғамдағы нәрселерге қандай көзқараспен қараймыз? Осы туралы толығырақ сөйлесу үшін зерттеуші антрополог маманды қонаққа шақырдым. Ой детокс төрінде Индира Әлібаева. Индира, қош келдіңіз. Рахмет, Айнель. Мен сізден толыққан таныстырмадым, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Менің қазіргі профессионалдық идентификациям антрополог, әлеуметтік антрополог. Ал институционалды жағынан қазір Назарбаев университеті кәсіпкерлікті зерттеу орталығы бар. Бұл бір интердисциплинарлық орталық, бизнес мектебі мен әлеуметтану мектебінің біріккен осындай орталығы. Зерттеулердің көбісі осы Қазақстандағы кәсіпкерлік, көбіне кіші кәсіпкерлікті зерттеуге, малый бизнес дейді, соны зерттеуге бағытталған. Шағын бизнес. Иә, өте қызық. Осы ретте бірден мынандай сұрақ қойсам, мысалы, сіз антропологсыз, мамандығыңыз бойынша диссертация қорғадыңыз, докторлығыңыз бар, бірақ сіз қазір зерттеушісіз. Әлеуметтанушы емессіз, Онда әлеуметтану мен антропология. Осы жер айтсам, өйткені мен зерттеуші десем, менде бірден андай бір әлеуметтанушы сияқты елестейді. Не ара жігін ажыратып берсеңіз? Енді антропологияда, әлеуметтану, социологияда екеуі де қоғамды зерттейді ғой. Бір жағынан екеуінің бір тақырыбы іздейтін, бір тапқысы келетін, зерттегісі келетін мәселелер ұқсас болғанмен айырмашылықтары да бар. Антропология дегенде көбіне адамдар жаңағы археологиямен, кішкене тарихпен байланыстырады да, жаңағы қазбалар жасап, сүйектерді зерттеу деген сияқты. Енді антропология ол адам дегеннен, адамды зерттеу дегеннен шыққан ғой. Оны әлеуметтік антропология деп айтады, негізі social anthropology. Бірақ енді біз қысқартып антропология деп айта береміз ғой. Немесе ол кеңес үкіметі кезінде этнология, этнография деген атаулармен белгілі болған, халық солай көбірек біледі. Енді социология екеуінің айырмашылығына келетін болсақ, енді классикалық түрде екеуінің басты айырмашылығы ретінде олар былай түсіндіріліп келген. Антропология ол бір адамға фокус жасау арқылы оның қоғамдағы қалай айтады, тенденцияларды өзінің басынан қалай кешіріп жатыр, мысалы саяси, экономикалық көп өзгерістер болып жатыр ғой, сол бір адамның өмірін қалай өзгертіп жатыр деген кішкене мынандай микро да фокусы. Ал социологияда фокусы кішкене әлеуметтік институттар, қандай нормалар өзгеріп жатыр, көбіне сондай қалай айтады, кеңірек зерттеу, былай объектісі көбіне мынандай үлкенірек сияқты көрінеді. Сосын тағы бір ең үлкен айырмашылығы ол әдістемесінде сияқты екі дисциплинаның. Мысалы үшін, қазір мен кәсіпкерлік егер тақырыбын айтатын болсам, антрополог кәсіпкерлікті қалай зерттейді? Ол бір кәсіпкердің мысалы жұмыс жасайтын жеріне барып, оның күнделікті іс-әрекеттерін, шешімдерін бақылау әдісін. Сырттай немесе бірге. Ол кәсіпкер біледі, оның зерттеуші екенін, бірге осы тақырыпты зерттеп түсінгісі келетін. Ол бірақ жаңа басты зерттеу әдісі ретінде этнография, күнделік соны қолданады да. Жаңағы кәсіпкердің мысалы оған ауа райы қалай әсер етіп жатыр, қала,
инфраструктура, мүмкін білмеймін қазір көлік жүрмей қалып пробкада қалып кетті деген сияқты сондай мысалы бір күнделікті өмірде кездесетін жағдайлар оның кәсібіне қалай әсер етіп жатыр, оның жауапкершілік деңгейі деген сияқты, иә. Ал социолог келеді де мүмкін 500 кәсіпкерді алады бір критерийлер бойынша, олардан сауалнама алады, жүргізеді. Бір жағынан негізгі айырмашылығы сол болып көрінгенмен қазір этнографияны қолданатын социологтар да бар, сол сияқты сауалнамаларды қолданатын антропологтар да бар да, осы екі дисциплинаның арасында айырмашылық қазір өте қалай бір жойылып бара жатқан сияқты да солай көрінеді. Өте қызық. Я, рахмет түсіндіріп бергеніңізге. Сосын тағы қосып өтуге болады, негізі былай айтады ғой, өзің дисциплинаңды түсіндірген кезінде міндетті түрде жаңа өзіңнің әжеңді, атаңды немесе кішкентай баланы елестет, сен соған қалай түсіндіруші едің деп. Сол кезде егер осылай аудитория ретінде кішкентай баланы алатын болсақ, мысалы антрополог не істейді? Ол айталық бір үйге келді, ол мысалы бір ритуалдарды салт дәстүр болсын, кез келген тақырыпты немесе гендерлік қатынастар, қайттан қиындатып жіберді. Бір тақырыпты алатын болса, ол бір үйге келеді де қарап отырады. Мысалы үшін, не үшін жаңағы әйел кісі шайды алып келіп жатыр дастарханға, неге осындай тамақтың түрлерін қойды, неге тамақты үстелдің үстіне қойды, немесе жерге қойды, не үшін әйел кісі жаңа ер адамның көзіне қарамай отыр, не болмаса, осы сияқты нәрселерді қарап өзіне сұрақ ретінде қойып отырады да, жазып отырады да, олармен бір әңгімелеседі, неліктен сіздер осылай жасайсыздар деп. Ал социолог болса, ол келеді де, бұл үйде қанша адам тұрады, олар не жұмыс жасайды деген сияқты статистикалық бір мәліметтерді жинайтын сияқты. Иә, осы ретте есіме түсіп отыр да, сіздің құрбыңыз антрополог Динарамен де сұхбат жасап едік қой, біз ол кезде той туралы сөйлескенбіз. Мен үшін де өте қызық болған, ол әртүрлі тойларға барып қатысып, бақылап, тікелей қатысушы болып, бірақ әр адам отбасының өзінің салт дәстүрін зерттелей отыра той туралы жазған. Сол сияқты келіп тақырыпты зерттеуге болады. Негізі антропологтардың зерттемейтін тақырыбы жоқ деп айтады ғой. Ол негізі антрополог енді адамды, қазіргі қоғамдағы адамды түсінгісі келгендіктен біз үшін күнделікті өмірде не релевант, не маңызды, өзекті орын алып жатыр өмірімізде, сол тақырыптарды қамтиды да. Я соны ойлаймын да, не үшін оны зерттейсің деп, мысалы, мақұл зерттедіңіз, қарадыңыз, антрополог бақылап, әлеуметтанушы сұрап, жаңағы фокус-топ жинап, бірақ оның біз үшін не қатысы бар? Не қажеті бар? Негізі антропологияның, тіпті антропология, социология, осы әлеуметтік ғылымдардың менің ойымша ең басты функциясы ол қоғамдық құбылыстарды түсіндіру. Неліктен адамдар осылай жасайтын? Жаңағы Динара, құрбым, коллегам Динара Абділданың мысалы той туралы зерттеу, қоғамда мынандай түсінік бар. Той жасау ол шығын, той жасау ол бір қажетсіз, бір қажетсіз нәрсе сияқты көрінеді, бірақ ол Динара соған қарамасын неліктен адамдар той жасайды дегенді түсіндіріп берді ғой. Оның басқа да функциялары бар екен, ақша шашудан да бөлек қаншама функцияларды қамтитындығын көрсетті. Сол сияқты антропологтар жаңағы қоғамда бір норма болып кеткен, қалыптасып кеткен бір құбылыстарды түсіндіреді, және ол маңызды. Мысалы үшін, енді мен өзімнің зерттеуіме негізделсем, жаңағы диссертациям үшін зерттеу жүргізуге барған кезде мынандай бір түсінік қалыптасқан. Менің диссертациялық тақырыбым, PhD диссертациям тақырыбы осы Қазақстанда тұратын, оңтүстік Қазақстандағы өзбек этностық тобының идентификациясы туралы. Сонда көп адамдардан жаңағыдай әңгімелесу барысында көп кездесетін стереотиптердің бірі, мысалы, олардың қанында бар. Сауда олардың қанында бар дейміз. Мысалы, сауда жасау олардың қанында бар деп айтады. Бірақ ол негізі ол түсіндірме емес та, ол жеткілікті түсіндірме емес. Адамның қанында ештеңе де жоқ. Ол еш нәрсені белгілеп бермейді, сенің қалай өмір сүретініңді, шешімдеріңді. Бірақ ол жерде енді антропологтар оны не жағынан түсіндіреді, жаңағы әлеуметтік институттар, отбасы қалай әсер етеді, тұрып жатқан жерің қалай әсер етеді. Мысалы үшін, неліктен саудаға көбірек барады, ол былай сөз емес,
жаңа өзбек этносының өкілдері саудадан басқа ешнәрсе жасай алмайды деген сөз емес. Олар нарықта қандай жұмыстар бар, оның барлығын жасай алады. Бірақ соған қарамастан неліктен олар саудада көп деген сұраққа антрополог ретінде жауап іздеу үшін сен жаңағыдай отбасындағы шешімдерге кім әсер етеді? Ол жерде мысалы әкенің рөлі үлкен болуы мүмкін. Неліктен миграцияны азырақ жасайды? Мысалы көп жағдайда олар бір жерде шоғырланған және жаңа отбасының тарихына қараған кезінде бір алысқа көшіп кету деген нәрсе азды. Сондықтан да олар жаңағы әкесінің немесе отбасының кәсібін жалғастыру мүмкіндігі бар. Ал егер қазақтардың өміріне қарасаң, көбіне миграция негізі үлкен екен да. Олардағы басты бір паттерн дейді ғой, оқуға түсу. Алматы, Астанаға көбіміздің тарихымыз сондай ғой. Содан кейін сол жақта қалу, карьерасын егер үлкен амбициялары болса, ол міндетті түрде үлкен қалаларда жасалады. Өте сирек қайтадан қайтып отбасына қайтып сол тұрған жеріне оралу өте сирек. Ал оларда кішкене басқаша қайтады. Қанша жерден мүмкіндіктер болып жатса да, отбасына қайтқандықтан жаңағы жұмысты жалғастыру мүмкіндіктері және алып кету ары қарай мүмкіндіктері көбірек та. Оны тек қанмен түсіндіруге болмайды. Сондықтан да, сол антропологтардың мүмкін айтатыны, жалпы осындай әлеуметтік зерттеушілердің еш нәрсені былай, олар осындай деген түсінікпен түсіндіре алмаймыз. Оның бір әлеуметтік мәдени себептері болады. Бірақ қалың аудиторияға қаншалықты деңгейде сіздердің зерттеулеріңіз жетеді? Мысалы, сіз зерттеу жасадыңыз, түсіндірдіңіз, оның ары қарайғы өмірі қалай? Себебі бізде сол стереотиппен әлі өмір сүреміз де. Олар саудаға бейім, сондықтан сауда жасайды. Кез келген өзбек саудаға келсе, іліп алып кетеді деген. Бірақ ол да рас болмауы мүмкін ғой, ол да стереотип болуы мүмкін. Сондықтан осы жерде кім жауапты сіздердің зерттеулеріңіздің біз сияқты адамдарға жетуіне? Негізі әлеуметтік зерттеулер шын мәнінде көбіне академиялық орталарда қалып кетеді. Әлеуметтік зерттеулердің бір мақсаты, академиядағы мақсаты ол таптаурындар болады ғой, жаңағы қалай айтамыз, батыстық дейміз ба, мысалы сырт көзқараспен зерттелсе біздің қоғам, олар дұрыс емес интерпретациялау мүмкін. Солай мақаласын жариялады, солай кітап жариялады деген сияқты. Және көбіне ғалымдар өздерінің арасында дебатқа, дискуссияға түседі. Сен мысалы осылай жаздың, ол дұрыс емес, мына жағын қарастырмаған екенсің деген сияқты өзара дискуссияда жүре береді. Сондықтан да көп мысалы ғылыми мақалаларды оқысаңыз, олар көбіне шолу жасап шығады. Мысалы тіпті осы идентификация мәселесін зерттеген кезінде олар білмеймін, конфликт кейстерін мысалы көбірек қарастырды да, бірақ та одан тыс кейстерді зерттемеген, оны қарастырмаған, және ол дұрыс емес деп олармен сөйлесесің да, ғалымдармен. Немесе жаңа той мәселесінде де кішкене өзіңе дейінгі жазылып кеткен еңбектерді сынап, өзіңнің жаңа бір көзқарасыңды қосасын. Осы кезде біз қоғамды ұмытып кетеміз негізі. Қоғамға дипломды қорғаймыз да, или зерттеуді бітіреміз да, кете береміз. Сонымен дипломды қорғап, академиядағы өзіңнің бір міндетіңді орындайсың да, шынымен қоғамға жеткізу жағын нашарлау. Бірақ мен ойлаймын, ол маңызды деп, себебі көбіне стереотиптер ол қоғамда жүреді ғой. Мысалы біз антропологияда білеміз, жаман, жақсы деген мәдениет болмайды, барлық мәдениет әртүрлі. Және оны негізі жеткізуде керек қоғамға. Сондықтан да, бірақ соңғы кезде Қазақстанда сол тенденция байқалады, кішкене ғылымды неге көпшілікке алып келу. Тіпті мен меломандағы кітаптарды қарасам, бұрын, мысалы осыдан бір 10 жыл бұрын тіпті осындай ғылыми кітаптарды мен көрмейтінмін. Зерттеуге негізделген кітаптардың осындай кітап сөрелерінде сатылып тұрғандарын. Соңғы кезде ол бір кішкене тенденция байқалады, бірақ бәрібірде меніңше тағы бір проблема біздің жеткізу тіліміз, коммуникация кішкене қиындау. Соған мүмкін білмеймін, үйрену керек шығар. Жаңағыдай бізге басты жетіспейтін, кішкентай балаға айтқандай, ата-анаңа айтқандай түсіндір.
Иә. Енді бірақ десек те мен сізге екеуміз сөйлескенде айтып jedім ғой, жүгіріп жүргенде немесе жаяу кетіп бара жатқанда подкаст көп тыңдаймын да, әртүрлі подкаст кездейсоқ таңдай беремін, себебі бұл менің кәсіби жұмысым. Жаңа подкасттарды үнемі тыңдап жүремін, бірақ арасында мысалы мен Норм деген ресейлік екі журналист қыздың дайындайтын подкастын тыңдаймын. Соңғы эпизодтардың бірі түс жайлы болды да. Олар жаңағы қандай түс көреміз, оның себебі не, оны зерттеу керек па деп сол антропологпен кездесіп әңгіме жазады. Сол кезде мен жүгіріп бара жатырмын да, терең көрдің бойымен Алматыда. Ойлаймын да, адамдар кез келген нәрсені зерттей береді екен ғой. Мысалы мен ойландым, мен түс көрдім ба, қандай соңғы рет қашан көрдім, қандай түс көрдім деген сияқты. Бірақ олар әр адамның қай контекстте көретінін, ол қазіргі саяси немесе әлеуметтік жағдайға қандай әсері бар екен зерттеген, былай қарасаң. Маған сол идея қызық көрінді да. Не үшін осындай қарапайым деп айтпай қарапайым тақырыптар, енді көп адамдар ойлана бермейтін, зерттелуі керек, және жалпы қазір бізде қандай тақырыптар көбіне зерттеледі? Мысалы, түсті зерттейтін адам бар ма? Қандай түс көресің деген сияқты. Бізде көбіне күрделі тақырыптар зерттелетін сияқты. Иә, білмеймін, ондай тақырыптар Қазақстанда енді зерттеледі деп ойламаймын. Ол неге байланысты ғой, жалпы зерттеудің жасайтын тапсырыс беруші университет немесе жаңағыдай ғылым білім министрлігі болса, ондай тақырыптарға ондай маңыздылық көрмеуі мүмкін да, себебі одан да маңызды тақырыптар бар. Ол жаңағыдай халықтың құндылықтары қандай болып жатыр, не болмаса жаңа идентификация тақырыбы үнемі көп зерттеледі, өзекті болып тұрады. Немесе бір практикалық пайдасы бар болу керек деген көзқарас. Сондықтан да көбіне ол қай тақырыпты зерттеуді шешетін ол қаржыландыру болуы мүмкін. Ал жаңағы сияқты тақырыптар түс, немесе мысалы мен өзіме иіс, дауыстар қызықты қазіргі заманның. Мен енді оны көбіне жаңағы этнографиялық күнделік ретінде ғана жазып жүрем. Мысалы мен ойлаймын ғой, 100 жылдан кейін Алматыдағы, Астанадағы қазіргі күнделікті өмір қалай өтіп жатыр деген адамда сұрақ болса, ол менің мысалы жазбаларымды жарияласам сондай үйрену мүмкін деген сияқты. Тіпті мысалы дыбыстарға да мән берсең да, қазір қандай дыбыстар қалада өте көп басым, қаланың қай бөлігінде қандай дыбыс басым деген сияқты. Бірақ ол практикалық жағынан қазір ешкімге керек емес. Ол кейін тарих ретінде, күнделікті өмірді құжаттау ретінде тарихшылар көбіне этнографтардың жазбаларына жүгінеді. Тіпті мен өзім зерттеу жасаған кезімде мысалы этнографияны көбірек оқыдым. Түркестанский край деп орыстың этнографтары көбірек жазған ғой. Бірақ ол жерде де әрине андай нелер көп, байыз дейді ғой, таптаурындар көп. Олар енді өзінің көзқарасымен жазған ғой. Осында бір практикалық маңызы болмағандықтан да меніңше ол тақырыптар көбірек зерттелмейді. Негізі бірақ қызық қой. Бізде қазір мысалы өзімнің зерттеу тақырыбыма келетін болсам, біз қазір Қазақстан қандай нарықтық экономикада өмір сүріп жатырмыз. Күнделікті ең көп акторлар біздегі қоғамдағы ол кәсіпкерлер. Себебі қазір мемлекет жалғыз жұмыс беруші емес, адамдар өзінің табысын өздері тауып күнін көріп жатыр. Сондықтан да кәсіпкерлік тақырыбы бір жағынан ол бір керекті тақырыптардың бірі сияқты да. Және оны біз қазір зерттеп бастадық. Бұл жерде бірақ біз қандай білмеймін практикалық маңыз бере аламыз деген сұрақ туындайды. Негізі көп бере алатын жаңағыдай практикалық білмеймін ұсыныстар десек. Хотя негізі антропологияның бастапқы несі ондай ұсыныстар беру емес, ол түсіндіру. Тек қана қоғамда не болып жатыр, қоғам қалай қазір дамып жатыр деген сияқты түсіндіру. Бірақ енді заман сондай, нарықтық қатынастар ол ғылымға да кіріп келе жатыр. Сондықтан да бізден бір күтіледі бір белгілі бір ұсыныстарды, шешімдерді ұсыну. Сол мынау кәсіпкерлік туралы неге келген кезде екі қызметі бар антропологтардың зерттеуін. Біріншісі ол жаңағыдай академияға үлес, ол академиялық көбіне мақалалар
кәсіпкерлікті түсіндірген кезінде ол еуропалық капитализм әбден дамып кеткен елдердің кейстарымен түсіндіреді. Мысалы кәсіпкер предприниматель или энтерпренер деп неге терсеңіз Гуглға костюмшалар киген, көбіне ер адам, қолында компьютер ұстаған, сондай адам шығады. Бірақ та кәсіпкердің бейнесі ондай емес қой. Егер біз Қазақстан, Өзбекстан, жалпы орталық Азияның кейсін алатын болсақ, ол әйел кісі болуы мүмкін, ол тіпті костюм шалбар кимеген, үйінде отырған, түрі мүлдем басқаша, ол компьютермен олай жұмыс жасама, ол ондай әдемі жарықтанған, андай әйнек офисте отырмауы мүмкін, да? Сол нені кішкене ондай академиялық осындай дискуссияларда жаңа кәсіпкердің бейнесін кішкене басқаша болатын көрсету функциясы. Не болмаса, кәсіпкер өзінің алған пайдасымен не істейді? Ол неліктен ол жұмысты жасап жатыр, және ол тапқан табысын не істеп жатыр. Жаңағыдай қатты капитализм дамыған елдерде ол көбіне жеке индивидуалистік болуы мүмкін, ол тапқан пайдасын өзінің жеке дамуына, қажеттіліктеріне жаратуы мүмкін. Ал бізде мысалы ол қарыз беру мүмкін, туыстарын бәрін жағдайын жасап қояды. Оны енді классикалық экономистер түсіндіре алмайды. Мен бір профессормен әңгімелесіп отырған кезде, ол бизнес мектебінің профессоры, студенттерге сол жақта сабақ береді. Ол бізде неліктен адамдар бір-біріне үлкен мөлшерде қарыз беретінін түсінбеймін деп отырды. Гарантия қайда, кепілдік ол саған қайтаратын. Ал мен айтам, бізде мысалы әпкеңе, сіңліңе, ағаны, достарыңа, білмеймін, үлкен мөлшерде қарыз беру мүмкін, не болмаса несие алып беру мүмкін. Ол экономистер, ол адам рационалды болса, ондай кепілдік болмаса, былай заңдық қайтаруына кепілдік болмаса, ол шешімді дұрыс түсінбейді. Ал бірақ та осы кезде осында әлеуметтанушылар айтады, мына мәдениетті ескеруге керексіз, жергілікті мәдениетті, ол адам осы ортада өмір сүргендіктен бұл жерде бір басқа обмен дейді ғой, алмасу жүреді адамдардың арасында, сен оған көмектесің, сосын ол саған деген сияқты. Бізде енді мұндай мемлекеттік институттар қатты берік, бір нақты орнықты болмағандықтан көбіне адамдар бір-біріне көмек қолын созады. Сондықтан да адам күні адаммен деген нәрселер оны экономистер түсіндіре алмаса да, бірақ осы антропологтар соны сол жағын түсіндіріп айтуы мүмкін. Неліктен тағы да осындай мәдени контексті зерттеу маңызды екен. Не мысалы, бүгін таңертең оқып қалдым, қазір бір кітапты оқып жатырмын, антропология бизнесті қалай түсіндіре алады деген. Сол жерде айтады да, KitKat компаниясы ашылған кезінде негізгі олардың слогандары бар ғой, үзіліс алды, KitKat же деген. Оны негізі олар британдық зауыт қызметкерлеріне арнап жасалған екен. Солар жұмыс жасап үзіліс кезінде соны жейді деп. Одан кейін ол KitKat уже әлемге тарала бастаған кезінде, мысалы Жапонияға келген кезінде басында сатылымы оның өте нашар болады. Себебі ата-аналар балаларына тым тәтті жегізгісі келмейді. Сол кезде одан кейін біраз уақыт өткеннен кейін 2001 жылма олардың саудасы KitKat'ың бірден өсіп кетіпті. Сол кезде бір аралда, Кюшу деді ма, ұмытып қалдым, бір аралында Жапонияның KitKat'ың сатылымы бірден өседі, ол желтоқсан, қаңтар және ақпан айларында. Одан кейін олар түсінбей сұрайды ғой, неліктен деп. Сөйтсе жаңағы KitKat деген атау, ол жапон тілінде китукасу ма, ұмытып қалдым, бір сөзбен кішкене үндес келеді екен да. Сондықтан да жаңа оның мағынасы жаңағы аралдағы емтихан тапсырып жатқан студенттер алады екен ғой, оның көбіне. Сәттілік деген ба, сол мағынаны білдіреді екен да. Сонымен ананың өсімі несі бірден көтеріліп кетеді, сатылымы. Соны жаңағы қалай айтсам, жаңағыдай кейбір сендегі атаулар басқа бір елдегі мәдени бір не дейді сөздерге, ерекшеліктерге сәйкес келіп жатқан кезде сенің бизнесің бір жерде қатты одан да күшті дамып кетуі мүмкін деген сияқты. Оны олар білген жоқ ол кезде. Бұл жерде енді ол жақсы жағынан рөл ойнайды да, бір жағынан қиын, жаман не дейді, өздеріне кері рөл ойнайтын сондай ситуациялар болады. Мысалы бір әңгіме бар, бір компания балаларға арналған тамақ шығарады. Олар сосын сол тамаққа баланың күліп тұрған бейнесін қояды екен да, солай сатады екен. Сосын ол компания жаңағы неге көшкен кезінде, қалай Батыс Африканың бір еліне
барған кезінде жаңағы ол елдегі қалыптасқан нормалар бойынша егер сыртында не тұрса оның ішінде содан жасалған нәрсе бар деген сияқты түсінік екен да. Сол кезде жаңағы осындай бір мәдени ерекшеліктерін негізі оларға жергілікті білмеймін мамандар осындай мәдениетін түсінетін мамандар консультация негізі беру керек деген негізгі. Сосын мен өзімнің зерттеуімнен тағы бір мысал бар. Мен осы жақында қазір біз кәсіпкерлікті зерттеп жүрміз дедік қой. Соның ішінде жаңағы жасыл экономика саласындағы кәсіпкерлік бір компания бар, олар киімді қайта өңдейді. Жаңағы матаны, киімдерді қайта жинайды дағыны, сол текстильді қайтадан өндіріп жаңа сатады немесе көбіне сондай бизнес кәсіпкерліктің түрі. Сол кезде олардың өзі таңғалып айтып жатыр да, бізде мысалы матаны қайта өңдеген кезінде шүберекті сол шүберек күйінде негізі өндіріске сатуға болады екен. Олар өте анандай кірді, майды жақсы алады, өзіне сіңіреді да. Бірақ ол сатылмайды дейді Қазақстанда. Осы шүберек күйінде сатылмайды. Бірақ егер біз оны қайта өңдеп арасына кішкене синтетика араластырып мынандай жаңа түрде мынандай рулон жасаған кезде соны сатып алады. Бірақ ол экологиялық жағынан да тиімсіз және ол өте нені тартпайды дейді да, кірді, мынандай майды жақсы тазаламайды дейді. Ал бірақ мынау киім түріндегісі өтпей жатыр дейді ғой. Сол кезде мен айтамын да, негізі бұл жердегі бір нәрсе мүмкін біздің түсінігімізде ол киім таза болуы мүмкін, бірақ түрі киім болып тұр, біреу киген. Сондықтан да бізде жаңа жергілікті мәдениетті ескерген кезінде ол жаңа зат емес, ол таза зат емес, тазалай алатын зат емес. Сондықтан да ол өтпейді бұл нарықта. Сол кісілер одан кейін оны экспорт жасайды екен, сатып алатын елдерге. Каспийге неге салса өтпеді дейді. Сондай бір мәдени жергілікті ерекшеліктерді білудің де маңызы бар. Осы ретте мынандай сұрақ туындайды. Мысалы, қазір біз енді қазақ тілді, орыс тілді аудитория деп бөлінеміз ғой, және қазіргі жағдай сондай. Енді менде бір нақты статистикалық дәлел жоқ, бірақ мен өзім жиі компанияларға хат жазатын, серіктестік, ынтымақтастық жайлы хат жазатын болғандықтан, көбіне шешім қабылдау жерінде көрші елдерден келген азаматтар отырады. Олар басым бөлігінде орыс тілді немесе о бастан тек қана орыс тілді контентті қабылдап өскен адамдар отырады, және қазақ тілді контексті түсінбейді кішкене. Не жасап жатсың? Олардың өлшем метрикасы тек қана қаралым, қандай да бір өздері сенетін, танитын әріптесінің, серіктесінің айтқаны, бірақ ол кісі де міндетті түрде қазақ тілін жетік білуі мүмкін емес. Осы жерде мен ешқандай зерттеу таппаймын да осы тақырып аясында. Бәрі сіз айтып жатсыз, қаражатқа келіп тіреледі. Егер ол мемлекеттік тапсырыс болса, оның өз мүддесі, университет болса, оның өз мүддесі, жеке компания болса, оның өз мүддесі деген сияқты. Осындай нәрселерді қалай біз зерттесек болады? Мысалы, мен жеке тұлға ретінде қалай зерттей аламын? Білмеймін. Ақша табыңыз десеңші. Енді сол қаншалық, мен сол қатты мазалайтын сұрақта, қаншалықты деңгейде біз, сіз жаңа айтып жатсыз ғой, өзге мәдениетті түсінбейді, өзге елге барған компаниялар, бірақ біз бір елде отырып бір-бірімізді түсінбейміз да. Ол мүмкін ондай тақырыптарды жаңа өзінің базалық қажеттіліктерін жапқан адам өзіне бір жеке қызығушылық ретінде зерттеп жазбаса, енді қаржы жағынан келген кезінде білмеймін. Енді мысалы кейде жеке бір краудфандинг сияқты немесе жеке бір білмеймін ақшасы бар адамдардың, бірнеше адамның мысалы қызығушылығынан солай да зерттеуді жүргізетіндер бар ғой. Мүмкін бізге жалпы әлеуметтік зерттеушілерге оның маңызын түсіндіре білу керек шығар. Неліктен ол тақырыпты зерттеу маңызды. Себебі бізде көбіне былай ойлайды, ғылымның өлшемі жалпы көбіне мына инженерлік ғылымдарда оның өнімі көзге көрінетін бір ғимарат болуы мүмкін, немесе бір техника болуы мүмкін, көріну керек та, қолмен ұстап көзбен көретіндей. Ал егер ол көзге көрінбейтін бір білім болса, ол бір құндылығы аз сияқты көрінеді да. Бірақ егер сол құндылығы бар екенін түсіндіре алса, ол мысалы егер сен
бір нәрсенің жаңағыдай теңсіздікке алып келетінін немесе өте көп стереотиптерді дамытып жіберетінін көрсете алсаң, бұндай нәрселер көбіне адамдар қоғамда андай конфликт тудыратын тақырыптар ғой. Сол болмас еді. Мысалы, неліктен бізде мигранттарға қатысты таптаурындар өте көп, олар жаңағыдай тек қана құртуға, бұзуға келген, не болмаса бір түсініксіз адамдар, ол тек қана біздің қоғамда емес, мысалы Европаның өзінде де түсінбей жатады. Бірақ олардың да құндылығын мысалы көрсетсе, неліктен маңызды, қандай экономикаға, қоғамға әралуандылықты көрсетуге пайдасы бар деген сияқты. Немесе этностық топтарды андай әртүрлі болған сайын бір басқаша түсініксіз ретінде қарамай, қайта ол әралуандылық қоғамға жақсы өмір сүруге, бір-бірін түсінуге, жаңа бір дағдыларды дамытуға алып келетінін түсіндіре алса, мүмкін соны сондай бір көзге көрінбейтін, бірақ пайдасы болатын түсіндіре алса, мүмкін қаржыда көбірек бөлінетін шығар деп ойлаймын. Себебі басты мақсаты жаңағы адамдар, мәдениеттер әртүрлі болады, бірақ та ол жаман, жақсы деген сөз емес. Негізгі идеясы сол ғой, соны көрсету. Біз әралуан қоғамда өмір сүреміз, бірақ соның не үшін қандай да бір мәселелер бар, соны түсіндіруге бағытталған ғой. Осы ретте енді тағы зерттеушілер, антропологтарға айтатын менің өмірі бір өкпем бар да. Мен енді осы сіз сияқты сарапшы мамандарды көп шақырамын ғой сұхбатқа. Және көбінесе ол кісілердің әлеуметтік капиталы дейін, аса үлкен емес. Олар қандай да бір шағын ортада танымал болуы мүмкін, сыйлы болуы мүмкін, өзіне қажет табыс таба алатын сондай кісі болуы мүмкін, бірақ аудиториямен қарым-қатынас жасамайды. Тіпті көбісінің әлеуметтік парақшасы жабық. Сондай болады да. Ал мен жаңағы қайттан егер подкаст неге оралатын болсам, өткенде бір Гарвард профессоры, атын ұмытып қалдым, міндетті түрде жазамыз. Сол кісінің неге біз өзімізді бақытсыз сезінеміз деген тақырып аясындағы сұхбатын көрдім, тыңдадым да, сол кісі айтады да, ол осы тақырыпты монетизациялап алған да, өзі танымал кісі екен. Кейін қарасам, көп подкасттарға сұхбат береді екен, телевидениеға барады, кітап жазған, лекциялар оқиды. Яғни ол кісі барынша бір тақырыпты алып, содан пайда тауып жүрген кісі. Ал бізде мысалы көбінесе неге қаралым жағына да келетін болсақ, айналып келгенде ол кісілер өздері жабық өмір сүргеннен кейін аудиториясы да жағын, тіпті сұхбат берген кездің өзінде мен сұхбат бердім, менің сұхбатымды тыңдаңдар деп айтпайды да, себебі оны өздеріне ар көреді, ол дұрыс емес деп ойлайды. Біздің жұмысымыз зерттеу деп. Неге біздің зерттеушілеріміз басым бөлігінде, бәрі демек қой, бірақ басым бөлігінде сондай бір қағиданы ұстанады? Зерттеп көрдіңіз бе? Зерттеп көрген жоқпын, бірақ негізі мен өзім байқаған, жалпы зерттеушілердің арасында ол әлеуметтік желіге шығып, оның бәрін көрсету сенің жасап жүрген еңбегіңді бір құнсыздандыру сияқты ма, ол ғалымдардың жасайтын жұмыс емес деген сияқты негізі ондай түсінік бар. Әсіресе мен оны байқағаным Европада өте көп. Ол мен ондай не емеспін, жаңағы блогер емеспін, немесе оны көрсетуге міндетті емеспін, ол менің жұмысым тек қана осы тақырыпты зерттеу деген сияқты. Бір ой, ол мүмкін жаңағыдай неден қорқуы мүмкін, өзінің әріптестерінің арасында сен тіпті бір журналист сияқты болып кеттің деген ғалым деген, ғалым дегеннің имиджі бөлек болу керек деген нәрседен мүмкін кішкене өздері не істейтін шығар, білмеймін енді, сескенетін шығар. Екіншіден уақыт қой оның барлығы. Мен өзім көргем, парақшаны жүргіземін деп, бірақ та бір пост жазу үшін немесе жаңағыдай видеоға шығып сөйлеу үшін саған кәдімгідей өзіңмен жұмыс жасап, қайталап, оны айтып, сосын соңында уже шаршап кетесің да, сөйтіп қалдыра саласың. Мүмкін бізге сол ғылыми коммуникация журналистері қажет шығар деп ойлаймын. Қазақстанға енді бар ғой, бірақ ондай қатты кең тараған жоқ та. Бірақ негізі кез келген ғылымда оны жасайтындар бар, және популяризация жасайтын
екіге бөлінеді. Тіпті мынау Хюберманның лап ненің шығуы, подкасттың шығуы, ол микробиология саласында әбден неге жетіп, қалай айтады, зерттеулерін бәрін жасап, білімін толықтырып алды да, оны подкаст ретінде жасап шығып жатыр. Болмаса Ресейде де өте танымал сізге келген Ася Казанцева, ол да сол популяризация жасап жүреді. Негізі Телеграм каналдар бар ғой, осы Ресейде ол өте танымал екен. Мен өзім біраз антропологтарды оқимын, ресейлік каналдарын жүргізетін, жазып жүрген. Бірақ Қазақстанда енді тек антропологтар емес, жалпы бар. Бізде әлеуметтанушы, саясаттанушылар, әсіресе Paperlab'тың Making New Experts жобаларының түлектері, олар жүргізеді ғой. Өте қызықты парақшалар бар. Мен өзім ұнайтын Дарина Жүнісова миграция туралы өте қызықты жазады. Бірақ бізде әлі аз, сосын оның аудиториясы да ондай кең емес та. Білмеймін. Бір жағынан не сияқты, академия қалыптасып келді ғой, белгілі бір ережелермен, біраз жылдан кейін. Мынау жаңа цифровой дейді ғой, сандық ғасырға келдік. Кішкене бізде мысалы өзіміздің іс-әрекеттерімізді, коммуникация стилімізді кішкене өзгертуімізге, ол кез келген мәдени өзгеріс сияқты ғой, бірден болмайды да. Ақырындап бейімделіп көрсетуге келетін шығар. Мысалы мен өзіме қызық болғандықтан заман дыбыстары деген канал аштым. Біраз уақыт болды, 1 жылдан асып кеткен шығар. Ол жерге өзіме бір қызық кезінде бір сәттердің дыбысын басып аламын да. Ол бір кофейняның іші болуы мүмкін, ол көше болуы мүмкін, базар болуы мүмкін. Сөйтіп маған қызық сондай бір фрагментті кішкене бақылап, соны басып алып, сосын сол кездегі уақытты кішкене былай сипаттама беріп салып қоям. Сол формат негізі өзіме қатты ұнайды да. Бірақ екінші жағынан жаңағы пайдалылық тұрғысынан ойлаған кезде ол ешкімге ешқандай пайда келтірмейді. Ол тек қана бір білмеймін, творчестволық тема, бір сондай ғана іс-әрекет, және бір нақты не болмағандықтан міндеттеме ма, оны үнемі жүргізіп те тұра алмаймын да, жүргізіп отыра алмаймын. Сол сияқты. Бірақ та негізі мен ойлаймын, көп жылдардан кейін, егер ол сақталып қалса, Телеграм жоқ болып кетпесе, мысалы, ол өте қызықты, меніңше, бір сол заман туралы тарихи дерек болар еді деп ойлаймын да. Себебі Чеховтың мысалы Сахалин несі аралы туралы еңбегін оқыған кезде ол негізі этнография кәдімгідей, нон-фикшн деп айтады ғой. Ол кезде ана аралдағы күнделікті өмір, адамдар бір-бірімен не туралы қалжыңдасады, жалпы күннің суықтығы қандай, адамдар не істейді, сол туралы жазған ғой. Ол бір жағынан оны бір шығарма сияқты да, кәдімгі әдеби шығарма сияқты, но екінші жағынан сол заманды сипаттайтын бір өте қызықты еңбек деп ойлаймын. Сондай бір еңбек болып қалатын шығар біздің қазіргі именно этнографиялық сипаттамаларымыз деп сөйтіп ойлаймын. Жүруге болатын сияқты. Қандай тақырыптары қазір біздің контекстте, жаңа біз айтып кеттік, идентификация, жаңағы феминизм, мен білмеймін, жалпы бізде қазір өзіңіз байқап жүрген, мысалы сіздің кәсіпкерлік, жасыл энергетика дедіңіз ба? Жасыл экономика саласы өте қызық тақырып. Және IT екінен алдық. Меніңше экология тақырыбы бәлкім қызық болуы мүмкін. Қазіргі кезде әлемде глобалды не маңызды, сол тақырыптарға зерттеу жүргізіліп жатыр. Ол экология, жалпы өзгеріс болып жатыр ғой, экология. Ол неге алып келеді деген сұрақ, енді барлығын мазалайтын болғандықтан. Біз қоғам ретінде ол бағытта не істеп жатырмыз, соның ішінде кәсіпкерлер бір қоғамдық топ ретінде алатын болсақ, олар не істеп жатыр деген. Экология негізі шынында да бір бағыт, оны әлеуметтанушылар өз алдына, биологтар өз алдына зерттейді, жаңағы environmentalist деп айтады. Сосын негізі қазіргі менімше тағы бір тақырып өте өзекті, ол мынау сандық заманның біздің мәдениетімізге әсері, күнделікті өмірімізге әсері, шешімдерімізге әсері, сенім деңгейіне әсері қалай болып жатыр. Сол бағытта зерттеулер көбейеді деп ойлаймын. Тіпті Европада компьютер адам қарым-қатынасы деген негізі бір кәдімгі бағыт болған да, зерттеу. Енді қазіргі жасанды интеллект пен адам қарым-қатынасы деген сияқты осындай бағыттар дамып жатыр. Мүмкін бізде де бар шығар ондай зерттеулер, мен білмедім. Бірақ сол бір үлкен тақырып болатын сияқты, себебі
иә ойлаңызшы, біздің өзіміздің күнделікті өмірге егер баға беретін болсақ, иә, сіз қазір қалада телефонсыз, смартфонсыз қозғала аласыз ба? иә Қиын, иә, өте қиын. Тіпті бір жерден екінші жерге жету үшін жай ғана жарайды. Қоғамдық көлікті қолдану үшін де осындай, білмеймін, бұл жерде қандай, Астанада телефон керек. иә QR-ды не істеу үшін. Бір жерге баратын жеріңді бұрында егер адамдардан сұрап немесе өзің бір ойлап баратын болсаң, қазір бәрібір сол цифровой нелерге, қосымшаларға жүгінесің да. Бұл жерде енді сонда бізде андай тікелей бетпе-бет коммуникация екінші орынға бара жатыр да. Сонда адамдар ертең, білмеймін, осылай кете берсе, ары қарай 50 жылда бір-бірімен қалай коммуникация жасайды. Тіпті ондай бір зерттеулер бар. Қазір кейінгі жаңағыдай ұрпақ олар мына эмоцияларын білдіргенде басқаша білдіреді. Біз сияқты көрсете алмайды, себебі олар әбден осындай сандық қарым-қатынасқа үйреніп қалған деген сияқты. Оған байланысты жаңа нормалар пайда болуы мүмкін. Мысалы, қазір тойға шақыруды қалай жібереді? иә бұрындай ат шаптырып, иә, үйіне барып, оны қонақ етіп күтіп, осы жаңағыдай той туралы әңгімесін айтып беріп солай кететін еді. Қазір тіпті шақыру онлайн емес, тойға қатысудың өзі, иә, онлайн болады. Ол да енді бір жаңа не ғой, қалай айтады, бір жаңа норма, және біз онымен қоғам ретінде ондай нормаларды қалай қабылдап жатырмыз. Оларға ары қарай ол норма емес, қазір ол бір құбылыс, бірақ ол нормаға айнала ма, жоқ па деген сұрақты. Нормаға айналса, ол адамдардың арасындағы, мысалы, өте классикалық тақырып бар антропологиядағы, gift exchange деп айтады, сыйлық алмасу. Сыйлық алмасу кезінде қандай бір символдар бар, рөл ойнайды, әр адамның абыройына байланысты деген сияқты не жасап жүрді ғой, сый. Ол бір кәдімгі процедура болды. Қазір енді ақша жібере саласың деген сияқты. Ол мәдениетке жалпы, қалай әсер етеді. Бұрында тойға бару мүмкін еді да, себебі адамдар, туыстар бір-біріне жақын жерде тұрады. Қазір миграция үлкен, шетелде тұрады. Ол күнделікті қарым-қатынас жасай алмайды. Сол кезде мысалы туысқандық қатынастар қалай өзгереді. Осылай бір тақырыптан екінші тақырып шығып кетеді да, жалпы осы сандық ғасырдың адамның мәдениетіне, өміріне әсері. Тіпті денсаулығыңды сандық құралдар арқылы бағалау. Ол да бір кәдімгі үлкен бағыт. Мен енді өзім кәсібім журналистика болғаннан кейін, контент болғаннан кейін, мен әрине осы тақырып аясында қандай зерттеулер жасалды, кім жасады деп қараймын, қандай қызық ойлар, статистика қандай деп. Бірақ басым бөлігінде адамдар өзінің ағынмен жүретін сияқты да. Ол солай қалыптасқан адам, оқу керек, оқып бітірген тұрмысқа шығып үйлену керек, лажы болса бала шағалы болу керек. Жаңағы бір өмірдің өздері бір заңдылықтары бар, біз соны ұстанамыз, бірақ оны зерттеудің қажеті қанша деп ойлана бермейтін сияқты да, оны бір көп адам, негізі ол да норма, оның барлығын ойлай бермейді. Бірақ осы әлеуметтік зерттеулер жаңағы нормалардан тыс нәрселерді көрсетіп, мысалы адамдар ойлайды, идентификация ол адаммен қатып қалған нәрсе. Сен қазақ болып тудың, қазақ болып өлесің деген сияқты, сондай түсінік бар. Ал басқа ол адамдардың ойында сен Қазақстандағы тұрған орташа статистикалық бір адамның өмір траекториясы, бірақ әртүрлі оқиғалар бар. Мысалы, шетелге кеткен қазақ балалары, ол қазақ па, мәдени жағынан, өзін өзі түсіну жағынан, басқалардың оны тану жағынан, ол уже сұрақ болып қалады да. Оның қазақ екендігін тек осы біздер бағдарламаны көрген қазақтар ғана айтуы мүмкін. Бірақ өмір траекториясы өзгерген кезінде ол жаңағы осындай кейстер арқылы олар айтады, кімдік идентификация ол өте құбылмалы, өзгермелі нәрсе, сондай түсінік екендігін көрсетеді да. Қазақ тілін айтатын болсақ, көбісі айтады ғой, 35-тен кейін, 40-тан кейін үнемі орысша сөйлеп жүрген, орыс контентін, орыс музыкасын, шетел музыкасын деген тұтынып жүрген адамдар
бір пәсте жаңа салт дәстүрлерге назар аудара бастайды, ырымдардың мынандай екен ғой деп өздеріне жаңалық ашып жатады, қазақша өлең тыңдай бастадым дейді. Оның бәрін айналдырып келгенде қанға алып келеді да, қаны жібермейді деп мысалы. Бірақ одан бөлек ол сенің таңдауың ғой, шешімдерің ғой. Сен өзіңнің ерекше екеніңді түсіндің, сезіндің және бір байланыс сезгің келеді. Ол сенің негізі идентификация, ол іс-әрекеттерден тұрады. Ол психологтар әртүрлі зерттейді, антропологтардың зерттеуі жағынан айтып жатырмын. Психологтар айтады, ол адамның көбіне миында өзі қалай түсіну, сонымен байланысты нәрселер. Ал әлеуметтанушылардың енді зерттеу бойынша ол белгілі бір іс-әрекеттерден. Сен өзің қазақ екеніңді мысалы түсіну үшін және басқаларға түсіндіру үшін сенің таңдауың қазақша сөйлеу болуы мүмкін, оюлы киім кию болуы мүмкін, белгілі бір салт дәстүрлерді ұстану, сол арқылы сен қазақтықтың бір кейбір критерийлерін, өлшемдерін сақтау арқылы өзіңнің қазақ екеніңді былай бір дәлелдеу, көрсету, немесе мынандай көрсету шешімін өзің қабылдайсың. Ол сондай бірақ ол бәрінде сондай болады деген нәрсе емес. Жоқ. Біз бірнеше адамды кездестіреміз де, жаңағы стереотип ретінде айтамыз, олардың бәрі айналып келгенде қаны жібермейді деп шығамыз. Ол жаңағы қан деген түсінік, немесе жаңағы биологиялық түсіндіру, идентификацияны антропологиялық зерттеулерде оны не деп примордиализм деген теория бар, сонымен түсіндіреді. Ол теория бойынша адам белгілі бір ұлттың, діннің болсын, өкілі болып туылады, сол болып ол тума беріледі деген сияқты. Ал одан кейін конструктивизм бағыты бар, олар айтады, ол конструкт, кез келген нәрсе, ол әлеуметтік конструкт, ол адам өзінің тұрып жатқан ортасына байланысты әлеуметтенеді, өзіне белгілі бір нелерді алады, рөлдерді алады, немесе бір әлеуметтік статус, оның бәрі сен тұрып жатқан жеріңнің өнімі. Неге мысалы бізде ұлттар немесе этностар барда, Америкада нәсілдер бар. Ол жерде бір-бірі туралы түсінген кезінде этностық тұрғыдан емес, нәсілдік тұрғыдан. Тіпті нені толтырсаң да, сауалнамалар толтырсаң да, жаңа азиат, хиспаник, не дейді, Африкан оригин, солай сияқты категориялардың өзінде ондай не жоқ. Қазақ, өзбек, орыс деп тұрмайды да ол жерде. Кішкене мына классификация, классификация бөлек. Ал біздегі классификацияның пайда болуына ол кеңес үкіметінің үлкен рөлі бар. Ол жаңа этникалық демаркация процесі деп айтады, жаңағыдай. Жалпы ол кезде не жүргізілген, сауалнама жүргізілген орталық Азияда. Этнографтар көп жұмыс жасаған. Сол кезде басты не қайтады. Мақсат жаңағы ненің перепись населения дейді ғой, санақ, санақтың адамдарға енді құжат беру ғой. Құжатта белгілі бір категориялар болу керек этностық. Сол кезінде мысалы біраз қиын кейстер болады ғой. Әсіресе Өзбекстанның кейсінде, мысалы Бухара деген қаланың кейсінде адамдар билингв болған, тәжік, өзбек тілінде сөйлеген. Ол өзін идентификациялағанда этностық емес, жаңа жергілікті тұрғыда мен бұхаралық деген сияқты. Бірақ оларға мысалы белгілі бір этносты таңдау керек болды. Перепись не кезінде, санақ кезінде. Осындай бір үлкен этник инжиниринг дейді ғой, процесінен өткен ғой. Сол кезінде, содан кейін осындай бұл этностық категориялар құжатталып, бір фикс дейді ғой, бір нақтыланып, бекітіліп, оның басты өлшемдері тіл деп берілді, және әкесі жағынан деген сияқты нәрселер қалыптасты ғой. Сондықтан да бізде этностық түсінік басымда. Кейбір елдер бар, ол жерде діни бөліну, жалпы қоғамдағы бір-бірін классификациялау, ол дінге байланысты. Сондай да елдер бар. Яғни ол сенің тарихи контекстіңе байланысты ғой. Қоғамда қандай топтардың болуы, әлеуметтік топтардың болуы, сен тарихи тұрғыда қандай осы ел ретінде андай процестерден өттің, соған байланысты. Осы ретте жаңағы біз айтып жатырмыз ғой, адамдар іздемеуі мүмкін деп, бірақ іздеген кезде сұрақтарына жауап табылу керек та. Мысалы жаңағы зерттеу мен ойламадым, бірақ қарасам, андай да бар екен, мындай да бар екен деп. Және кітаптарда болу керек деп ойлаймын. Бізде өкінішке орай көп адамдар
электронды түрде сайттарда белгілі бір сақтайды. Және әрине енді әлеуметтік интернетке кірсең ғаламтордан табасың. Бірақ мысалы кітапханаға келсең, біз көбіне тұтынатын кітаптарымыз ол ағылшын тілінен аударылған кітаптар, немесе ағылшыннан орыс тіліне, сосын қазақ тіліне аударылған кітаптар. Неге сіздер қатар енді айналып келгенде білемін, енді қаражат мәселесі тіреледі ғой, бірақ бізде сондай тенденция жоқ та. Міне мынау тақырып, бұны мынандай кішкентай брошюра ретінде бір университеттің немесе ұлттық кітапханада сақтамай, қалың аудиторияға арналған, научпоп дедіңіз ғой жаңа, иә, сондай бірден кітап ретінде шығару неге қатар алып жүрмейді? Негізі сіз өзіңіз өйтіп ойланып көрмедіңіз, қанша зерттеу жасадыңыз мысалы, өткендегі сіздің диссертацияңыздың өзі бір кітап болатын дүние ғой енді. Иә, тағы да ғой дәстүрдің болмауы. Осы жасаған еңбегіңді үлкен аудиторияға айту, оны жеткізу деген дәстүр академияда, жалпы академиялық ортада болған жоқ. Бірақ қазір енді олай жасап жүрген, білмеймін, тарихшылар бар, иә, Қазақстанда. Мен мысалы жасағым келуші еді, солай өзімнің еңбегімді, жаңағы диссертация болмаса қазір кездегі мысалы зерттеп жүрген тақырыптарымды, қазір мен Астана туралы өзімнің жазбаларымды жазып жүрмін де, Астанадағы өмір, күнделікті өмір, тамақ, кофейнялардың өмірі, жаңағы бос уақытты өткізу, ауаның адамдарға әсері деген сияқты. Оның бәрін жазып жүрмін, бірақ меніңше бізге жетіспейтін, біз оны маркетолог емеспіз ғой. Оны қалай нарыққа әдемілеп ұсыну керек, көрсету керек. Мен мысалы Берлинде болған кезінде бір Берлин туралы кітаптардың жинағын көрген кезінде осы сияқты үлкен бөлме толып тұр да. Сосын мен бірден меломанды елестетсем, Астана туралы, Алматы туралы қанша кітап бар, біреу екеуі бар шығар, оны да көп адам біле бермейді. Мысалы, неге солай жазбаймыз біз деген сол кезде өзіме сондай сұрақ туындады да. Бізде де біраз жазатын тақырыптар бар, көрсететін, айтатын. Әрине ол нарыққа, меніңше нарық ол да рөл ойнайды да. Мысалы Берлинге келетін туристер саны, оны сатып алатын халық, жалпы тіпті тұратын халықтың саны ол жерде көбірек. Бізде мысалы 1-2 миллион халық бар, оны келетін туристер де аз, кім сатып алады деген сияқты. Мүмкін қызығушылық болмайтын шығар, болуы да мүмкін. Оны біз білмейміз. Мысалы тамақ туралы жазуға болады. Өте білмеймін, адамдарға қызықты тақырыптардың бірі. Жаңағы бақытты ұғымы туралы, мысалы Хюге деген кітап, одан кейін Люке қазақ тіліне де аударылған, қалай әдемілеп швед халқының бақыт туралы, или дат халқының бақыт туралы түсініктерін әдемілеп зерттеуге негізделген, соны әдемілеп жеткізіп берді. Мысалы ол кітаптарды қарап отырған кезде мен ойлаймын да, бізге де солай жазуға болады ғой деп. Әрине аудитория үлкен болмайды, меніңше бәрібір кішкентай өзінің бір аудиториясы болады. Себебі күйбең тіршілік болып жатқанда кім ондай сұрақтарды ойланып отырады, ол екінші, үшінші кезекте тұрған нәрсе ғой. Тіпті жасанды интеллект, қазір енді жасанды интеллект сандық ғасыр деп жатырмыз ғой, сандық кезең деп. Жасанды интеллект жайлы айтыла бастағанда ақшта қаншама кітап шыға бастады. Бізде әлі жоқ, өткен жолы ғана бір жасанды интеллект жайлы кітап шықты деп ойлаймын. Бізде сондай бір нәрсе қылаң ете қалса, сондан бірден вау деп адамдардың сұранысына жауап беретін дүниелер болу керек сияқты. Біз айналып келгенде қайттан орыс тілді әдебиетке немесе ағылшын тіліндегі әдебиетке тәуелді боламыз, бірақ ол біздің контекст емес қой деймін да. Негізі байқағаным, жалпы батыстық елдерде, Европа болсын, Америка болсын, ғалымдар өте тез жұмыс жасайды да, өте тез жұмыс жасайды, жылдам. Оның себептері бар, ол және менің болым дейді ғой. Сондай қайтады мен бір мазалайтын мәселе. Неліктен? Себебі мен енді өзімнің еуропалық әріптестерімнің үйлеріне барған кезде, қонақ болған кезінде көресің ғой, олардың жұмысынан бөлек, университетінен бөлек үйлерінде жұмыс жасайтын бөлме бар, ол жерде жаңағы белгілі бір кеңістік бар, ол сол жұмыс жасаумен не істеледі, ассоциацияланады деген сияқты. Ал бізде үйіңде жұмыс жасау, біз жаңа да сөйлестік қой, үйіңде жұмыс жасау өте қиын, біріншіден өзіңнің кеңістігіңнің болуы. Мен өзімде көп сол туралы жазып жүремін ғой.
мен мысалы Астанаға келген кезде жалпы Қазақстанға көшіп келгеннен кейін менің продуктивность өнімділігім өте күрт түсіп кетті да. Диссертациямды жазып әйтеуір біттім. Қорғап болғаннан кейінгі Қазақстандағы өнімділігім күрт түсіп кеткен. Мен сосын себебін іздеймін ғой, неге деген сияқты. Біріншіден біздегі университеттегі болсын жаңағыдай кафедралардың ол жерде жеке адамға арналған кабинет жоқ қой, кеңістік жоқ қой. Көбіне бір үлкен кафедра болады, ол жерде қаншама мұғалім, жаңағы оқытушылар, профессорлар бәрі бір жерде отырады. Ал ана жақта сен университетке, институтқа барсаң сенде жеке кеңістік, өзіңнің үстелің, жұмыс үстелің бар, өзіңнің кабинетің бар, кішкене бір, енді ол шығармашылық процесс қой, көбірек ойланып, кішкене бір өз-өзіңмен ой қортуға саған кеңістік керек. Сол бізде жұмыс орындарында да, үйде де болмай жатады да. Үйде жұмыс жасау тіпті қиын, әсіресе әйел адамдарға қиын. Мен ойлаймын, ол да рөл ойнайды біздегі еңбектердің азырақ шығуына. Себебі сен қашан жұмыс жасайсың? Үйге келгенде мен мысалы қанша уақыт дегенде өзіме жеке кеңістікті айтамын ғой, күресіп тұрып жасап алдым да үйде. Тіпті бір жұмыс үстелі емес, мысалы жолдасым екеуміз бір жұмыс үстелін қолданып жүрдік, сосын оның болмайтынын түсіндім, жоқ, маған жеке жұмыс үстелі керек. Жұмыс бөлмесі туралы айтпай-ақ қояйық. Себебі анау бізде сол жоқ, сондықтан да ол өнімділікке әсер етеді. Анау Zoom арқылы кездесулерде де мен бұрын байқайтын, пандемия кезінде мысалы конференциялар болсын өтсе, жаңа шетелдік әріптестеріміздің отыратын жері артында үлкен кітап сөресі, жеке кабинет екені көрініп тұрады да. Біздікілерде зал артында обой жасырылып тұратын, ар жағында кейде бала шағаның дауысы естіліп қалады. Мүмкін кішкене ғалымдардың жағдайын жақсартса, мүмкін олар кішкене үлкенірек үй және өзіне бір жеке бөлме жасап алар ма еді. Ал жалпы қандай жұмыстар бар? Мысалы, университет бітіргеннен кейін, докторантураны қорғағаннан кейін сіздердің баратын жерлеріңіз бар ма? Қаққа барып жұмыс істейсіздер? Менен сұрайтын кейде сіңілдерім сұрайды ғой, әлеуметтанушы болсам бекен, қалай қарайсыз деген кезінде мен бірден айтам, қандай жерлерде жұмыс жасай алатынын. Ол шыны керек. Қазіргі кезде мына IT саласындағы жемесе жасанды интеллект саласындағы мамандарға сұраныс көбірек та, бірақ әлеуметтану, осындай әлеуметтік зерттеулер мамандарына бір төменірек, бәрібір салыстырғанда нарықта сұраныс, бірақ соған қарамастан негізі жұмыс жасайтын жерлер бар, олар көп, және осындай әлеуметтік зерттеулердің маңызын түсініп келе жатқан мекемелер, институттар да қазір көбейіп жатыр да. Мысалы, маған бір үлкен бір компания хабарласып, олар бақыт ұғымын зерттегісі келетінін айтқан. Ол бизнес компания, қазақстандықтарды не бақыт етеді деген сұрақ оларды мазалайды, және оны зерттегісі келетінін, және антропологиялық зерттеу жүргізгісі келетінін. Мен өзім таңғалдым, антропологияны түсініп, осындай зерттеу қажет екенін сезініп маған хабарласқанына. Бірақ та енді ондай үлкен ұйымдардың бір несі, қалай айтады, академиялық зерттеулер өте баяу жүреді ғой, жалпы антропология зерттеулер баяу жүреді. Оларға тез керек. Ақпарат жаңағы сараптаманы тез не істегісі келеді, алғысы келеді. Бірақ та мысалы қазір үлкен компаниялар, тіпті Google, Facebook сияқты компаниялардың өзінде жұмыс жасайтын антропологтар бар. Үлкен мысалы жарнама жүргізетін, жаңағы айтқандай үлкен корпорациялар бар ғой. Оларға да жергілікті контекстті түсіндіру, жергілікті халықты не ренжітіп қоймайды, оның бәрін айтатын, кішкене мәдени осындай консультация беріп отыратын мамандар керек. Және оларға сұраныс осындай бағыттарда болады да. Ең бастысы, меніңше, өзіңе саған ол тақырып қызық болса, сен жанып тұратын болсаң, сол салаға келуге болады, және ауруханалар мысалы да ондай жерлерде де істеуге болады. Жаңағы ем қабылдау, ем ұсыну кезінде де тіпті мына вакцинаға да қатысты көп не болды ғой, түсініспеушіліктер, мынандай институттар бар, медициналық, және халық бар, екеуінің арасында бір диалог құра алмай қалған кезеңдер. Осындай кезде осы әлеуметтік зерттеушілер оған халықтың жаңағыдай наным сенімдері, діни сенімдері қалай әсер етеді, осы коммуникацияны кішкене үйретеді.
иә осындай жұмыс бар. университеттен бөлек осындай жеке компанияларда да жұмыс жасауға болады. Жұмыс бар. Қорықпай оқи беріңіздер Иә. Индира, мен сұрамаған, сіз қосып кеткіңіз келетін маңызды мынаны міндетті түрде айтуым керек деген нәрсе болса, мархабат, қосып кетсеңіз болады. Жалпы біз мысалы көп зерттеулерді жүргіземіз ғой. Менің өзімде мысалы докторлық диссертациям, докторлық қорғағаныма қанша? Қазір 2 жыл болды ма? 2 жылдан кейінгі жасап жатқан зерттеулерім ешқайда жарияланған жоқ қой әлі. Бұл және академиялық салада жүрген адамдардың ең үлкен бір қалай айтсам екен мәселесі толғандыратын. Ол бір өнімді жаңағыдай анализ процесінен публикацияға дейінгі жеткізу процесі. Бұл жерде өте көп факторлар рөл ойнайды. Жаңағыдай отбасылық міндеттемелер, жұмыстың жаңағы белгілі бір зарплатаңның түсіп тұруы, сені басқа сұрақтар мазаламаса, сен тезірек жаңағыдай публикация несіне жетесің кезеңіне. Осындай публикациялар болмағандықтан да көп академияда, жалпы әлеуметтік ғылымдарда жүрген адамдар көп күйзеліске түседі. Олар өзінің публикациясын уақытында шығармауы, не болмаса, сол соңына дейін бір келе алмай жатқандығы, ол көп PhD студенттерді болсын негізі күйзеліске түсіретін тақырыптардың бірі. Тіпті мен өзім сондай күйзелістен өтіп арасында түсіп сөйтіп тұрам, себебі біздің өнімділігіміз публикациямен бағаланады. Біздің сәтті табысты болуымыз біздің шығарған публикацияларымызбен бағаланады. Ол публикациялардың көп болмауы сенің аса бір сәтті ғалым емес екендігіңді білдіріп қалады. Жаңағы жазғаннан бөлек басқа форматтар бар ғой, осындай подкаст сияқты, немесе басқа білмеймін медиа мақалалар ғылым саласында саған ол бір кредит бермейді да, бір сен жасап жатқан өнім ретінде ол есептелмейді. Сондықтан да осы бір нені айтқым келеді, көп ең қиын бір кезеңдердің бірі меніңше осы зерттеушілердің психологиялық осындай күйзеліске алып келетін тақырыптардың бірі осы публикациялар. Оны бар ғой, түсіндім. Біз 2 жыл бұрын атың шықпаса подкаст жаса кітабын шығардық қой. Мен өзім жасағым келді, потенциалым болды, әріптесім болды, біз бірге жасап шықтық. Бірақ кейін көп саладағы сарапшылардан естіген ойын шыны аралас, біз осы жылдап зерттеп сіздер алдыңыздарда жасап шығара салдыңыздар ғой деген қалжыңдап айтқан сөздерінен байқадым да, кейде бір өздері күрделі қарай ма, немесе оған қатты мән бере ма. Мен үшін түсініксіз фактор да. Мен бәріне жеңіл қарадым, жасағым келді, жасадым, шығардым, және оған еш өкінбеймін да. Бірақ көп адамдар сөйтіп айтады, тіпті мынау 20 жылдық біздің оқу бітіргенімізге болғанда профессорымыздың бірі айтады да, сенің жасыңда кітап жазсақ біз қайда қалдық дейді да. Мен таңғаламын да. Біз енді үлкен кісі болдық, қазір университеттің күлімен, отымен кіріп күлімен шыға беріппіз, ондай нәрсені ойламаппыз. Сендер пысықсыңдар деп қояды бізге. Сондықтан енді меніңше қазір оңай емес. Дұрыс айтасыз, негізі көбіне жаңағы перфекционизм ба, білмеймін, жаңағы ғылыми біздің шығарған мысалы өнім, ол мақала болсын, кітап болсын, оған бір соңғы біткен идеалды өнім ретінде қарауға болмайды. Себебі егер өйтіп күтіп жүретін болса, сен ол еңбегің ешқашан жарияланбауы да мүмкін. Ғылым деген ол әлеуметтік ғылымдар, ол осындай дискуссия. Сен осылай жаздың, осылай сенің зерттеуің, осы жаңағы нәтижелерді көрсетсе, басқа адам басқа контексті зерттеу мүмкін, немесе заман өзгереді деген сияқты. Ол өзінің сенің осы шығарған қорытындың мына жағдайда дұрыс емес, осы кезеңде дұрыс емес деген сияқты осылай үнемі қалай айтады, дискуссияларды тудырып отыру керек қой. Ал көп ғалымдарды меніңше тоқтататын нәрсе сол жаңағыдай жасаған қорытындым мүмкін әлі толық емес шығар, мүмкін мына жағынан зерттеуім керек шығар, осы жағынан деген сияқты. Сол үшін мысалы батыстық еңбектерде көбіне байқайтын, олар андай лимит шектеулері туралы жазып қояды. Мен осыны зерттедім, бірақ осы жақтарын қарастыра алмадым, себебі уақыт аз болды, басқа себептер деген сияқты. Енді сіздің диссертацияңыз әлі жарияланбады ма? Ешқай жерде электронды нұсқасы жоқ па? Ол университеттің электронды түрде университеттің кітапханасында бар, Цюрих университетін. Бірақ оған жаңағы студенттер ғана алу үшін сол жерде оқу жаңағы
иә сол жерде жұмыс жасайтын оқитын болған кезінде ғана аласың. Негізі менде ондай мақсат бар, оны еңбекті кітап ретінде жариялау, себебі кітап көпшілікке жетеді. Оның көбірек адам оқиды, біледі деген сияқты. Және ол үлкен жұмыс ол стилі кішкене өзгереді кітаптың, себебі диссертацияда сен жаңағыдай маңызы, нысаны деген сияқты бір бөлімдерге бөлсең, кітапта саған оны бір кішкене нон-фикшн жанрындағы бір шығарма ретінде жазу керек. Ол да бір не ғой, вызов дей ма, өзіңе тастап жасайтын. Сол алдыңызға қойған мақсатты ойдағыдай демек қой, мүмкіндігіңізше алып шығуға, жасауға тілектеспін. Себебі мен ойлаймын, жаңағы анау неге біз бақытсызбыз деген лекцияны тыңдағанда ана кісіге таңғаламын да, ол кісі бүкіл коммуникация тілдерін пайдаланған, құралдарын кітап шығарған, лекция форматына бейімдеген, подкастқа барады, шараларға шығады. Яғни ол қазіргі заман беріп, енді энергиясы бар шығар, қаражаты бар шығар, енді қосалқы мүмкіндіктері де бар шығар, бірақ соған қарамастан бәрін жасады деп ойлаймын да. Бізде де ғалымдар жаңағы көп нәрсеге қарамай, бірақ менің осы жерде тағы атың шықпаса подкаст жаса кітабының соавторы Бақытгүл Салықова айтады, ол кісілер ештеңені тегін жасамау, өйткені олар грант алады, енді олар барынша қаражат табуға тырысады дейді, өз қаражатына шығаратындары бірең саран шығар деп. Ол да рас шығар, бірақ біз сондайға келуіміз керек деп ойлаймын, жаңа норма, жаңағы ғылыми зерттеуді жаңадан басқаша жеткізе білу, кішкене нарықты ойлау, нарыққа қарау. Егер білмеймін, басқа шектеулер болмаса, институционалды мысалы кейде болады, сен зерттеуіңді жасайсың, ол белгілі бір грантпен жасалса, ол университеттік грант болсын, сен ол кітабыңды сата алмайсың, сатуға болмайды деген сияқты. Себебі біз өзіміз кәсіпкерлер туралы еңбектерді шығардық қой, жаңа әйел кәсіпкерлер туралы еңбек, қолөнерші кәсіпкерлер туралы осындай еңбектер болды, бірақ оны сатуға болмайды, себебі ол гранттың талабы сондай. Сондықтан да мүмкін жаңағыдай зерттеудің қаржысы мүмкін басқа жақтан немесе өзіңнен болмаса. Көп нәрсе айтылды, көп рахмет, маған қызық болды бүгінгі әңгімеміз. Сізге шығармашылық табыс тілеймін, кітаптарыңыз шығып жатса міндетті түрде тұсаукесерге барамыз, сол күнге жетейік. Көп рахмет, алтындай уақытыңызды келіп осындай әдемі әңгіме айтқаныңыз үшін. Осымен достар, Ой детокстың кезекті эпизоды аяқталды. Менің арнама әлі жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар. Көкейлеріңізде қандай да бір сұрақтар болса, комментарийді қалдырыңыздар. Және айта кетейін, Ой детокстың бөлек денсаулық деген айдары шығып жатыр. Сол жерде біз медицина саласының мамандарымен кездесіп, өзекті тақырыптар бойынша сөйлесеміз. Ол әрқашан өзіміздің күнделікті денсаулығымызға қатысты мәселелер. Және әр шығарылымда біз денсаулық боксын ойнатамыз. Міндетті түрде тыңдаңыздар, пікірлеріңізді, сарапшылар қойған сұрақтарға жауап беріңіздер, және сол денсаулық боксын ұтып алыңыздар. Осымен Ой детокстың кезекті эпизоды аяқталды. Аман есен келесі эпизодтарда естіскенше, көріскенше сау болыңыздар.